Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Балжан. Бүгін сіздерге тауық еті мен көкөністерді араластырып пеште пісіруді көрсетемін. Өте керемет әрі ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен тауық етін кіші бөлшектерге бөліп мариновка жасап қоямыз. Ол үшін майонез, кетчуп, соя соусын және майда етіп туралған чесногымызды, сонымен қатар дәміне қарай тұз, қара бұрыш, тауық етіне арналған приправамызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін маринадталған тауық етін 30 минут бөлме температурасында қалдырамыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Менің каналымнан кез келген рецепті таба аласыздар. Осы аралықта барлық қажетті көкөністерімізді жақсылап турап аламыз. Алдымен пиязымызды турап аламыз. Барлық туралған көкөністерімізді бір ыдысқа жинақтаймыз. Келесі кезекте тәтті болгар бұрышын турап аламыз. Оны да кубик-кубик етіп тураймыз. Туралған болгар бұрышында пиязымыздың үстіне саламыз. Келесі кезекте сәбізімізді де кішігірім бөлшектерге бөліп турап аламыз. Мен әсемдігі үшін осындай кескішпен кестім. Сіздер де осымен кессеңіздер болады, немесе жай ғана пышақтың өзімен бөлсеңіздер де болады. Туралған болгар бұрышының үстіне сәбіздерімізді саламыз. Келесі кезекте картошкамызды майдалап турап аламыз. Мен картошкаларым әдемі болсын деп, осы кескіштің көмегімен картошкаларымды да бөліп шықтым. Барлық картоптарымызды дәл осылай кесіп шығамыз. Дайын болған картоптарымызды сәбізіміздің үстіне саламыз. Енді барлық көкөністерді турап алдық. Үстіне аз мөлшерде сұйық майымызды құямыз. Содан кейін дәміне қарай қара бұрыш, қызыл бұрыш, тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан бөлек үстіне куркума мен лавр жапырағын қостым. Барлық қажетті заттарды қосып болғаннан кейін жақсылап араластырып аламыз. Пешімізді алдын ала 200-220 градуста қыздырып қоямыз. Біздің тауық еті жарты сағат тұрды. Енді пісіруге дайындаймыз. Алдымен табамыздың үстіне аз мөлшерде майымызды құйып, біркелкі етіп таяқшамен жағып аламыз. Майымызды жағып алдық. Енді табамыздың астыңғы бөлігіне көкөністерді салатын боламыз және біркелкі етіп жайып шығамыз. Көкөністеріміздің үстіне маринадталған тауық етін салып, пешімізде 45-50 минут шамасындай пісіріп аламыз. Тауық етінде дәл осылай біркелкі етіп жайып шығамыз. Өте дәмді әрі ерекше болып шығады. Отбасыларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Енді пешімізге салып 50 минут шамасында пісіріп аламыз. Енді 45 минутта пісіп шықты. Дәл осылай қызарып, жұмсақ, әдемі болып шығады. Ауыздарыңызда ериді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ал ас болсын.